мінекей машинаны заправить ету үшін бізде мына бір темірі төмен тұрып қалады кей кезде. Сол кезде өзіңізге қаратып былай бұрайсыз. Мінекей екі темір шығып тұру керек. Содан кейін бұны мынаған іліп аласыз. Міне стрелка тұр. Одан кейін мына жерде стрелка тұр. Мінекей мынаған іліп аламыз. Міне ілінді. Енді астына түсіреміз. Міне жақта екі күршік бар. Екеуінің біреуіне іліп аламыз. Сөйтіп, тек қыздар жіпті былай тізу қырқпайды еш уақытта. Стараться ет коса қырқуды. Мінекей, коса қырққанда шаш ұшы жалбырап қалмайды. Қолыңызбен сулайсыз. Сөйтіп сәл инені көтеріп аламыз да, енді осы жерде сабақтаймыз. Мінекей, өтті. Өткеннен кейін қыздар бүйтіп ұстап аласыз, инені басып тұрып, мынаны тартасыз. Өткені кей кезде өткізіп атқанда жіп мына инеге оралып қалады, өздеріңіз түсінбей қаласыздар. Мінекей, болды. Бұны лапканы көтеріп, астынан өткізіп береміз. Енді астыңғы жағын аламыз, ашамыз. Шпулькасын, колпачогын алып, мінекей, мынандай жіпті орап алдық. Осыны саламыз. Бұны да салу мағанасы, мына жақтан бұлай қарай айланып тұрады. Мына қара тартқанда бүйтіп айланып келіп, мынаған кірді. Енді мұнаның үстін басып тұрып, мұқият мерге кіргізіп аласыздар. Мына екі орталыққа кірді. Енді бұны бүйтіп қоямыз. Где-то 10 сантиметрдей ашық тұр. Жібіміздің ұзындығы болса жетеді. Енді қоямыз. Қойған кезде мына жерде кертік бар. Сол кертік, мына кертік соған түсу керек. Мінекей. Бүйтіп әкеп, мына сүйерге қойып жібересіз. Мінекей әдеме тұр. Шеге бүйтіп көрініп жып-жылтыр болып. Енді бұлай түсіріп, мінекей, енді инемізді жайлап, босатып, мынаны тартып ұстамаймыз. Жай босатып, мінекей, енді тартсаңыз жіп шыға келеді. Бұяқ қарай, екеуін де бұлай қойып, сөйтіп мынаны жауып аламыз. Міне жапты, мынаусын жабамыз. Міне біздікі машинаның заправкасы осымен бітті.